Сәлем достар, бүгін сіздерге қолжетімді заттармен тез арада дайындалатын салатты көрсететін боламын. Өте дәмді шығады. Біздің каналға ең бірінші тіркеліп алыңыздар. Видеоға лайк қойыңыздар, астына комментарий жазыңыздар. Осылай 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз да, қызып тұрған табамызға жұқа етіп пісіреміз. Міне біздің жұмыртқамыз дәл осылай етіп пісіп шығады. Енді бұны тарелкамызға салып алып, суытып қойып қоямыз. Енді колбасамызды тураймыз, ұзынша етіп. Дәл осы видеодағыдай етіп колбасалардың барлығын турап аласыздар. Астына описанияға грамдарын барлығын көрсететін боламын. Сол бойынша жасап шығыңыздар. Енді қиярымызды осы видеодағыдай етіп турайсыздар. Бірінші дөңгелек қылдырып турап аламыз. Енді дәл колбаса сияқты ұзынша етіп тураймыз. Міне біздің қиярымыз туралып бітті. Енді капустамызды да турап аламыз. Міне дәл осылай өте ұзын емес, осындай етіп ортасынан бір бөліп жеріп турайсыздар. Енді осы капустамызды ыдысқа салып, жақсылап отырып, қолымызбен мыжып аламыз, жұмсақ болу үшін. Енді жәнегі туралған қияр колбасалардың үстіне қосып, араластыратын боламыз. Енді кезекте біз жұмыртқамызды дәл осы видеодағыдай етіп, ұзынша қылдырып турап аламыз. Енді жәнегі ыдысымызға салып, үстіне дәміне қарай тұз қосамыз. Сосын майонезімізді қосып, жақсылап отырып, араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіз де осы рецепт бойынша жасап, астына комментариймен бөлісуді ұмытпаңыз. Біздің каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алда бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Енді осы салатымызды тарелкамызға салып, столға қоюларыңызға болады. Сіздерге сәттілік. Осы рецепт бойынша жасаңыздар және каналға тіркеліңіздер.